Шаһарымызда қыркүйек айының 1-нен бастап аяғына дейін жол-көлік апатының алдын алу мақсатында қауіпсіз жол профилактикалық шарасы жүргізілуде. Шара барысында көлікті мас күйінде басқару, қарсы қозғалыс жолына шығу, жаяу жүргіншілер өткенінен өту, қауіпсіздік белбеуін тақпау сияқты жол ережелерін бұзғандарды анықтап, олардың алдын алу басты назарға алынған. В целях профилактики Жол-көлік апатының алдын алу мақсатында облысымызда қыркүйек айының 1-нен 30-на дейін бірқатар рейдтік және профилактикалық шаралар өткізілуде. Бұл айлықтың өзі жекелей 3 бағытқа бөлінген. Оқу маусымы басталғаннан кейін жолдардағы қауіпсіздік шаралары күшейе бастайды. Осыған орай Теміртау қаласында қыркүйек айының 1 мен 10 аралығында мектепке жол профилактикалық шарасы жүргізілуде. Аталмыш жобаның басты мақсаты мектеп оқушыларын жолдардағы қауіпсіздік ережелерін дұрыс және қатаң түрде сақтауға үйрету. Статистикаға сүйенсек, соңғы бірнеше жылда кәмелетке толмағандардың қатысуымен 5 оқиға тіркеліпті. мероприятие было направлено на обеспечение безопасности именно среди детей. Бұл іс-шараның басты мақсаты мектеп оқушыларының қауіпсіздігін бақылау. Жазғы демалыстан кейін көп бала 3 ай бойы ауылда жүріп, жол ережелерін ұмытып жататын кездер кездеседі. Міне, осындай жағдайларда жол-көлік апатын орын алмас үшін біз алдын алу шараларын жүргізудеміз. Сонымен қатар қыркүйек айының 11 мен 20 аралығында қаламызда жол профилактикалық шарасы жүргізіле бастады. Жедел алдын алу шарасы барысында жол үстіндегі тәртіпті қадағалауға жергілікті полиция қызметкерлері қаламыздың әр жерінен таратылды. Жыл басынан бері Теміртау қаласында 13.012 жол қозғалысы ережелерін бұзушылық анықталған. С 21 по 30 сентября Бұл онкүндік қыркүйек айының 21 мен 30 аралығында облыс бойынша жүргізіледі. Мақсаты жүргізушілер арасында көліктік тәртіпті жақсартуға және жол-көлік оқиғаларының санын азайтуға бағытталған. Жергілікті полиция қызметкерлері мұндай акциялардың тигізер септігі орасан зор дейді. Бүгінде қалалық жол сақшылары күшейтілген тәртіпте жұмыс істеуде.